Достар, саламатсыздар ма, қалдарыңыз қалай, жақсыздар ма? Достар, біз бүгін сіздермен механиканың соңғы бөлімі статиканы бастаймыз. Статика деген бізде денелердің тепе-теңдігін зерттейтін механика бөлімі. Статика нені зерттейді екен? Денелердің тепе-теңдігін зерттейді екен. Мен жерге жазып қояйын. Статика. Денелердің тепе-теңдігін зерттейтін механика бөлімі статика деп айтылады. Достар, енді қараңыздар, тепе-теңдіктің бізде үш түрі бар. Орнықты, орнықсыз, бейтарап. Хорошо? Мысалы ретінде келтірсем, достар, былай, мысалы, бір какой-то жер бетінде болуы мүмкін ғой, енді, болуы мүмкін ғой. Былайынан тұрған бір дененің үстінде, былайынан тұрған бір дененің үстінде, о жерде тұр, мынау. Жерде тұр, және осы жерлерде, мысалы, мына жерде бір дене тұр, мына жерде бір дене тұр, мына жерде бір дене тұр. Окей? Енді достар, қараңыздар, мынау менде орнықсыз тепе-теңдік. Біріншісі менде орнықсыз тепе-теңдік. Екіншісі менде ол орнықты тепе-теңдік, устойчивое равновесие, потому что ары бері қозғасаң да бастапқы орнына келеді, ол орнықты, окей? Ал үшінші тұрған дене ол орнықсыз, бейтарап тепе-теңдік, бейтарап, нейтральное равновесие, окей? Бейтарап тепе-теңдік деп айтылады, хорошо. Енді достар, бізде статикада ең бірінші айтатын нәрсе, бізде күш моменті деген бар. Күш моменті ол, достар, қараңыздаршы, ол күш моментімен М деген атпен белгілеймін, М деген атпен белгілеймін. Өлшем бірлігі ньютон көбейтілген метр. Хорошо? Енді ол дегеніміз не, достар, мысалы менде бір ағаш болсын, осы жерден какой-то бір F деген күшті көтеріп тұрсам, мына жерде тіреу нүктесі болады ғой. Осы момент дегеніміз, яғни осы күшпен мынау тіреу иін деп айтамыз, достар, иіннің арасы, иін дегеніміз осы мынау тақтайдың ұзындығы, қаршы dl мен белгілей береміз да. Сол моменттің формуласы демек қалай жазылады екен? M тең F көбейтілген D деп жазылады, қаршы. F көбейтілген L деп те жазсақ бола береді. Жақсы ма? Солай. Енді достар, бізде моменттер ережесі деген бар, моменттер ережесі деген бар. Ол енді кішкене күрделеу. Яғни бізде бір мынандай бір иін тірек болсын, тіреу нүктесі осылайна кеткен бір не болсын, дене болсын. Мына жақта бір дене тұр, мына жақта бір дене тұр, мынаның денесін, мынаған бір какой-то F1 деген күш әсер етсе, мынаған F2 деген әсер етсе, бұлар неге тепе-теңдікте тұр? Потому что екі жақтағы моменттердің қосындысы бір-біріне тең. Сумма моментов екі жақта бір-біріне тең, қосындылар тең деген сөз. Яғни мынаның ұзындығы менде тіреу нүктесінен бастасам алады, мынау менде L1 десем, мынаны L2 десем, сол кезде бұны ашсам, мына жақты моменті менде, сол жақты моменті менде F1 көбейтілген L1 болады, сонымен мына F2 көбейтілген L2 бір-біріне тең деген сөз. Ал енді иногда былай болады, достар, иногда бірнеше дене тұрады, мына жерде тағы бір дене тұруы мүмкін, окей? Оның күші какой-то бір F3 болсын. Осы кезде не істейміз, достар? Ол кезде, достар, оның иіні центрден бастап осы жерге дейін істеледі, жақсы ма? L3 дегеніміз осы. L2 дегеніміз ол центрмен мынау қашықтық еді, түсінді ме, достар? Центрмен сол денеге деген қашықтық. Ол кезде оған еще бұл бетте екі дене бар ма? Демек, ол екеуінің қосындысы F3, L3. Осылар бір-біріне тең деген сөз, достар, хорошо? Қазір есептерді біз үйстіп шығаратын боламыз сіздермен. Қазір мысалдар қарастыратын боламыз, сол мысалдарды поподробнее түсінесіздер деген үміт бар. Кішіріп болсалар. Так, жалғастырайық, достар. Түсінікті деп ойлаймын, достар, Енді, достар, бізде қазір нелер бар? Бізде жай механизмдер деген бар, достар. Жай механизмдер дегеніміз не, достар? Жай механизмдер дегеніміз күштен ұтыс беретін механизмдер. Күштен ұтыс беретін механизмдер. Ол деген қайшы, ол деген анау шеге суыратын гвоздодер. Ол деген плоскогубцы. Ол деген анау ореходрол, мысалы, арықты шығатын аспап бар ғой, сол. Ол деген есіктің тұтқасы. Ол деген жүк таситын арабалар былайынан, солардың бәрі осы. Ол деген блоктар еще. Олардың бәрі осы жай механизмдерге жатады. Ең бірінші жай механизм, достар, ол бізде иін тірек, иін тірек. Рычаг деп айтамыз, иін тірек. Яғни, достар, иін тірек дегеніміз, біз формуласын жаздық, негізі осындай, какой-то бір качелилер ғой, дворларда тұрады ғой, качелилер солай. Мияқтан какой-то бір F1, мияқтан F2 әсер етсе, мияқтың ұзындығын L2 дейміз, мияқтың ұзындығын L1 дейміз, екеуі бір-біріне тең. F1 L1 тең F2 L2.
Достар, қазір бізге осы интеллектің беретін ұтылысы десе, олардың иіндерінің қатынасын ала саламыз. Бір иіні 10 метр, бір иіні 2 метр десе, екеуінің қатынасы 5 қой. Демек, бұл иін-тірек күштен 5 есе ұтыс береді деген сөз, хорошо? Енді екіншісі, ол бізде иін-тірек жазығы. Екіншісі, достар, ол бізде блоктар. Блок. Неже жазып қоям, блок деп, блок. Так. Енді достар, бізде блоктың екі түрі бар. Жылжымайтын және жылжымалы. Бірінші мен жылжымайтыннан бастайын, мына жерге көріп қояйын, шекара қойып, жылжымайтын. Жылжымайтын блок дегеніміз, достар, мысалы мынандай, примерно осындай бір аспаға бекітілген, көрдіңіздер ме? Осы бекітіліп қойған осы жерге, ол жылжымайды. Кішкене қисық қойған болуы мүмкін, тірек нүктесі. Осыған енді мен қазір мынау бір жағына жүк қойып қойғам, мысалы осы жағына бір жүк болсын, жер бетінде тұрған, осы жүкті осы блок арқылы көтерсем, яқтан бір какой-то F деген күшпен тартам, хорошо? Мынау блок айналады, достар. Жылжымайды дегенге біреу адамдар ойлап отыр екен, айналмайды деп ол, ол айналады. Неге жылжымайды? Потому что ол мына бекітіліп қойғандықтан жылжымайды деп айтылады, хорошо? Оси жылжымайды ол. Сол қашықтық қабырғамен қашықтық тұра береді, хорошо? Мына дененің салмағын P десек, жылжымайтын блок бізде күштен ұтыс бермейді, оның формуласы сол неге тең? F тең P-ға тең. Яғни 100 килограмм, 100 ньютон дене болса, оны 100 ньютонмен тарту керексіз. Олай болса, жылжымайтын блок не үшін қолданылады? Ол күштен ұтыс бермесе, жылжымайтын блоктың қолданылу мақсаты күштің бағытын өзгерту үшін. Не үшін қолданылады екен? Күштің бағытын өзгерту үшін. Мысалы, қараңыздаршы, достар, мына жерде мен қазір күштің бағыты алғашқыда осылай еді ғой, мына бағытта осылай тұр. Қарама-қарсы бағытта өзгертеді, Иногда ол жылжымайтын блок мынандай бұрышта тұруы мүмкін, осы жерде былайынан. Сол кезде мен осы жақта бір какой-то F деген күшпен тартсам, мына жақтағы бір P деген жүкті көтеремін өйстіп, Сол кезде көрдіңіздер ме? Оны мен 90 градусқа бұрып жібердім жылжымайтын блоктың көмегімен. Түсінікті ме? Яғни жылжымайтын блоктар не мақсатта қолданылады екен? Күштің бағытын өзгерту үшін. Енді екінші бір блок, ол бізде қандай блок? Ол бізде уже жылжымалы блок. Мына жерге жазып қояйын, жылжымалы деп. Яғни жылжитын. Жылжымалы блок. Ол, достар, примерно мынандай ол, Енді осындай бір осы жерде, ол төменде тұрады енді, достар, Осы жерде несі бар? Осы жерге жүгіліне, достар, какой-то P деген. Осылайнанда, осы бір ұшы қабырғаға бекітілген, мен екінші ұшына былай тартамын, F деген күшпен. Бұл блок жылжымалы блок деп айтылады. Неге жылжымалы? Потому что менен көтерілген сайын, мынау центр менен жоғары көтеріледі қазір бұл да, Сол себепті жылжымалы деп айтылады, хорошо? Бұл менен күштен 2 есе ұтыс береді. Жылжымалы блоктың бір ұшынан F деген күшпен тартсам, екінші ұшында автоматты түрде F деген күш пайда болады, хорошо? Сол себепті мынау P-ның жартысы мына жаққа кетіп қалады да, P бөлінген 2 болып. Жартысы мына жаққа кетіп қалады. Сол себепті жылжымалы блоктың формуласы қалай екен? F тең P бөлінген 2-да, бірақ достар, P бөлінген 2-ның n дәрежесі деп жазайын, достар. Мұндағы n дегеніміз жылжымалы блоктар саны. Мысалы, кейбір күрделі механизмдерде, мысалы, башын экрандарда, ішінде бір 200-300 жылжымалы блогы бар, Мысалы, 2 жылжымалы блогы бар болса, 2-ның 2 дәрежесі ол бізге 4 есе ұтыс береді күштен. 3 жылжымалы блогы бар болса, 2-ның 3 дәрежесі 8 есе ұтыс береді бізден. Хорошо? Солай біз қазір сұрақтарға жауап береміз. Жылжымалы, жылжымайтын блоктар. Түсінікті болды деп ойлаймын, Енді үшінші бір жай механизмнің түрі, ол бізде көлбеу жазықтық, яғни былай, Осы жерде бір какой-то P деген жүк тұрса, ол мен осы H биіктікке көтерген кезде, мен былай тіке көтерсем қиналуы мүмкін, Ол не істеймін, осы P деген жүкті осы жерге әкеп қоямын да, оны бір F деген күшпен осылай тартамын. Қандай қашықтықта? L деген қашықтықта, Сол кезде бұның формуласы, көлбеу жазықтықтың формуласы бізде қалай болады? PH тең F көбейтілген L деп айтылады. Хорошо? Осылай. Енді, достар, мен қазір бірдеңе айтайын. Бізде енді статикада механиканың алтын заңы деген бар. Механиканың алтын заңы дегеніміз, ол мынандай, кез келген механизм күштен қанша есе ұтыс берсе, арақашықтан сонша есе ұтылыс береді. Екі жақтан да күштен де, орын ауыстырудан да ұтылыс беретін механизм жоқ бізде. Хорошо? Бүкіл физиканың есептерінде бізде мынандай, достар, жұмыс ол констант. Жұмыс өзгермейді. Жұмыстың формуласы А тең Fs қой, Яғни, бір механизм бізден күштен ұтыс берсе, ол арақашықтан міндетті түрде ұтылыс береді.
Ал арақашықтықтан ұтыс берсе, ол күштен ұтыс береді. Жұмыс всегда тұрақты, достар. Жұмыстан ұтыс бермейді ешкім. Екі жақты ұтыс бермейді ештеңке. Жақсы ма? Хорошо. Қазір достар, біз сіздермен есептер шығаратын боламыз. Осы есептер шығару барысында тақырыпты тереңнен меңгересіздер деген үміттеміз. Сау болыңыздар, достар.